Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте қарапайым заттардан тұратын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қайнатылған картопымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды тураймыз. Одан кейін соленый огурцымызды тураймыз. Салаттың көлемін үйдегі адамдардың санына қарай жазсаңыздар болады. Мендегі салат 2 тарелкадай шығады. Сіздер үстіне қосып көбейтіп жазсаңыздар болады. Одан кейін үстіне кукуруз қосамыз. Шым-шым тұз сеуіп, үстіне майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Өте қарапайым заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.